Assalamu alaikum туғандар. Бүгін ертеменен айылдаш акам келген екен. Şu екі өспіріме тең сатылады. Бұны екеуін тең құлын кезінде алған. Азыр меніп тұрғаны 3 жаш болып қалды. Бұны жерде қашқа 1,5 жаш палтараш болып қалады. Құлынында 95 000 қалды әлі. Меніп тұрғанын досына алған. Досының аты Жақшат. Құлындарын 120-дан сатат дедіңіз бе? 100-120-дан сатылып отқан, а? Азыр бұны көктің жашы қанша болып қалды? Бышты, 3 жаш. Бойы чақ әлі екен. Бойы кішінеке екен. Бұл өзі негізі атасы деле чоң ат емес, а? Атасы деле чақан. Чекердің түз баласы. Бұл Ракан баласы Жуман деген акабыздың атының балдары екен. Малымы атын алып, елге салып қойыр өзім. Қызматты қылауыз да айылдаштарға. Азыр емі оны 95-ке алғаныңызды қанша дейсем мұны? 150 дейіз, кәм олатта сұрашады. 150. Меніп тұрғаныңызды че? 2 тең 150-ден. Кемі бар. Екі бір аттың балдары, енелері бөлік-бөлік. Азыр жерде қашқан енесі мен үйірімде жүреді, енесі чоң бе бірақ. Атасы кішінеке болғандықтан бұндай чоң емес. Айтылыш басы 300 000-ге қойылып аттыр. Кемі болады, сүйлеш жолдар болады. Бұл жаға қайым дыйқан. Үйім баштадым дейді. Bunu mağa verin. Bastırınca o жол жаққа. Кішінеке лат атасы. Бірақ өте құрч. Результаттарды қылып жүреді. Жаңы чаварында әлі Айға ташты алған не, бұлдағы. Ошоны ерчіп көніп қоған ұқсайды бұла? Талайға ұсталар келді бе? Дуал бітті үстіне. Керек ақша керек. Шаға сатыдан болса сатылбай тілесі. Кіріша башталды? Кіріша башталды. Жақсы сатып алың. Номерді қайсыны қойауыз? 220 менен 30-84-65. 30-84-65. Ustalar geldi, dualı bitti. Üstüne akça jetpeydi, akça gerek deydi. Burada жақсы ниетті алған. 120-дан сатылып жүрген екен құлынында. Шүлле өспірімдер. Кебіркісі алады, бағат, кейін артына сатады. Кебіркісі алып, бағып, жақсы пайда көреді. Енді дыйқан адам күйбесіне. Дыйқан адам пайдасын әлі сатып алсын. Жаныш Бөгөндің оригинал чекерінен ақырқы баласы да бұл тайдың атасы. Үйдағы мол жерден көрінеді. Аушыл ақырқы үй башты. Шул жерде досы бар. Шул досынан алған.